Қыздар, қайырлы күн, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Бүгінгі сабақта осы Аладдин шалбарға толықтай тігу процесін көрсететін боламын. Мынау менде корейский шел, кезінде Бишкек қаласынан алдым. Өте плотный, білмеймін, Қазақстанда бар шығар бұндай плотностьпен. Сол 5 жылдай болып жатқаны енді пайдаға жарады. Қараңыздар, мына жақта резинка, поястың өз-өзінен жасадым. Қазір тігу барысында көремін, осылай жасауға болады тоже. Және де мына жақта қараңыздар, тоже өз-өзінен жасадым. Өте кең, удобный, ыңғайлы, кез келген жерге киіп кете беруге болады. Мынау более на выход түрі, өйткені матасы өте әдемі, көріп тұрсыздар ғой. Енді сіздерге қараңыздар. Лекала берілген. Лекала осындай үлкен болады. Сіздерде 2 ұзындық кетеді, яғни кез келген размерінде кемі 2-2,5 метр кетеді. Одан көп кетпеу керек, өткені біздің бойымыз енді максимум 1,70 м болуы мүмкін, қыздарда. Мынау үлкен кеңдік болғандықтан матаның ширинасына еніне кетеді, яғни бір ені, бір ұзындық аламыз. 2 метр мата, штапель, бельмондо, атлас, жаккард, джинса, Милана матасынан, костюмный маталардан тіге берсеңіздер болады, оған қарап тұрған еш нәрсе жоқ. Енді қараңыздар, сіздерде осындай лекала беріледі, алдыңғы бой, артқы бой. Сосын қалтасы беріледі сізге. Қалтасы и поясы. Барлығын қиып дайындап қойды. Қалтасы, поясы. Енді қыздар, қараңыздар, егер сіз шалбарды қалтасы жасайтын болсаңыз, сонда мына жағын қиып тастамаймыз. Ал егер қалтамен жасайтын болсаңыз, сонда мына жақта мына линиямен қиып тастаймыз. Тігу барысында қазір түсінесіздер. Мен сіздерге тігу процесі түсінікті болу үшін бөз матаға көрсететін боламын. Кез келген макетті негізі бөзден жасасаңыздар болады. Болашақта бөздің метрі 1,5 теңге, бірақ ені 3 метр, яғни 1-2 мастер-классқа жетеді және тиімді. Ошибкаларды бірден көретін боласыз. Дұрыс, бұрыс емес, өте ыңғайлы. Сондықтан осы матамен тігу процесіне енді көшеміз, қыздар. Міне қараңыздар, қыздар. Лекаламды қойып алдым. Мына жақта қалтаның тұсын қиып тастадым. Сондықтан осымен осылай қиып алатын боламыз. Біздің қалтамыз мына жаққа осылай тігілетін болады, қыздар. Мына жаққа 1 сантиметр припуск қалдырмады, 1 сантиметрді ескеріп отырып қалдырасыздар, қыздар. Қажет емес маталарымызды алып тастаймыз. Енді артқы бойды дәл осылай пішіп шығамыз, қыздар. Кадрдан пішіп шығамыз және қалтасын, барлық детальдарды сосын тігуге кірісеміз. Не, қыздар, қараңыздар. Қалтасын артқы жағы, сосын мынау белдігі, негізі гипте тұру керек, мияқта мата жетпей қалғасын. Қараңыздар, тігіске 1 сантиметр бердім, артына тігіс қой саламыз, еш нәрсе етпейді. Сосын алдыңғы және артқы бой. Енді осының барлығын тіге бастаймыз.